Сәлеметсіздер ме, құрметті СММ мамандары? Мен Байбуринова Мөлдір, Edukon компаниясының маркетинг бөлімінің project менеджерімін. Дәл қазір сіздерге копирайтинг бойынша курс өтетін боламын. Яғни маркетинг саласында копирайтингтің қаншалықты маңызы бар, текст арқылы қалай сатуға болады, және текстің адам психологиясына әсері жөнінде айтатын боламын. Олай болса, құрметті СММ мамандары, дәл қазір сабағымызды бастайық. Әуелі сөздің құндылығына тоқтала кетсек. Әлеуметтік желідегі жазба адамға негізі өзгеше әсер сыйлайды. Оң немесе теріс әсер. Яғни теріс әсер бұл жағымсыз пікірлер қалдырып жататын посттардың астында болып жатады, иә? Егер сіз жазған пост оқырманды бей-жай қалдырса, мысалы өзіміз өтіп кететін, мысалы рахмет, иә, түсінікті деп өтіп кетіп жатса, сіздің уақытыңыздың текке кеткені болып саналады. Пост қажеттілігін көрсетпейді, яғни сіз көбірек оқырман мен клиент шақыра алмадыңыз. Бұл деген сіздің жұмысыңыздың нәтижесіз екенін көрсетеді. Енді клиент сіздің постыңыздан өтіп кетпеу үшін бірінші ереже ол сіз сөйлемдердің арасында, яғни абзацтарға бөліп жазуыңыз керексіз. Яғни араларында бос орын қалу керек. Көзге ыңғайлы болу үшін және адамға түсінікті болу үшін осылай жазған жөн. Және араларына смайликтер қойып, әртүрлі эмоджилар қойып, адамның қызығушылығын туындатуға болады. Өздеріңіз көріп отырғандай, достық білім парақшасында бірінші үлгіде арасында абзацтардың арасында орын бар, яғни көз демалады, ыңғайлы қарауға, және смайликтер бар, таңғалып тұрған 10% жеңілдік деген сияқты. Екінші үлгіде бұл жерде ешқандай да абзацсыз, ешқандай бөлінбеген, ешқандай смайликсіз, яғни бұндай тексттерден адамдар қашады. Екінші ережеміз қысқада нұсқа болу керек. Краткость сестра таланта дегендей. Жазба жеткілікті қысқа болу керек. 2200 таңбаға дейін, тіпті бұның өзі көп болып есептеледі. Нақты сіз ақпаратты білесіз, өмірдегідей әңгімелеп, созып емес, қажеттілігін түсіндіріп жеткізу керек. Мысалы, достық білім беру орталығында бір конкурс ойнатады делік. Ол конкурста 50 грант беріледі екен. 50 грант беріледі. Ол гранттың негізгі құны 140 000 теңге. Ал оны ұтып алу үшін белгілі бір шарттарды орындау керек, Оны бұлай әңгіме қылып айтатын болсақ, өте ұзақ. Ал біз оны оқырманды қызықтыру үшін қалай жеткіземіз? 140 000 теңгелік курсты тегін оқы. Қалай дейсіз ғой? Достық ұбт-ға онлайн дайындық курсына 50 грант дайындады. Меніңше оның біреуі саған тиесілі. Ата-анаңның бір тиынын да құртпай ұбт-ға дайындал. Ол үшін төмендегі шарттарды орында. Дәл осылай, міне екі үлгіде келтірген. Мен сіздерге түсінікті болу үшін бұған дейінгі өзімнің жазған тексттарымнан мысал келтіріп жасауды жөн көрдім. Сол себепті ұғынықты болады деген үміттемін. Құрметті СММ мамандары, жалпы текстің қалай болу керек екенін жалпылама түсіндіріп өттім. Енді ішіне үңілетін болсақ, жалпы копирайтингте әртүрлі 5 формула бар текст жазудың. Сол формулаларды түсіндіре кетсем. Алғашқы 2 формуланы толықтай сіздерге мысалмен келтіретін болам, өлгін 3 формуланы қысқаша түсіндіріп өтетін болам. Бірінші AIDA формуласы. Егер сіз Google'дан сату текстін қалай жазу керек деген сияқты сұраныспен іздеген болсаңыз, алдыңыздан міндетті түрде AIDA формуласы шықты деген сенімдемін. Өйткені AIDA коммерциялық мақсатта мәтін жазатын кез келген адам үшін маңызды. Модельдің өзі адамды бірте-бірте сатып алу туралы ойға итермелеуі керек сөз тіркестерінің логикалық тізбегі болып табылады. AIDA негізінен attention, interest, desire, action болып 4 сөзден құралған. Яғни attention, назар аудару. Мұнда ең бастысы клиентті ілмекке ілу, керек екенін байқату, сіздің өніміңіздің керек екенін байқату. Оқырман бір сәтте тоқтап, біздің жазбамызды оқи алу керек. Екіншісі interest. Яғни қызығушылық. Сатып алушының қызығушылығын, мүмкіндігін ояту. Өнімдеріміздің немесе қызметтеріміздің артықшылықтарын көрсетеміз бұл жерде. Үшіншісі desire. Яғни бұл клиентті сатып алу арқылы өз мақсатына жететіне сендіру керек. Қазір барлығына мысал келтіріп өтем түсініктірек болу үшін. Ал төртіншісі action. Әрекет. Яғни адамдарды сатып алуға ынталандырып, сатып алу әрекетіне шақырамыз. Мысал келтіре кетсек, бағана өздеріңізге келтіргендей достық білім беру орталығының маркетинг тексті қалай жазылады, соны келтіріп өттім, Дәл қазір сабағымыз түсініктірек болу үшін соңына дейін сол мысалмен жеткізетін боламын. Бірінші attention, яғни назар аудару. Бағанаға тексті мысалға келтіретін болсақ, 140 000 теңгелік курсты тегін оқы. Көрерменнің назары ауды ма оқырманның? Ауды. Екінші interest, қызығушылық. Қалай дейсіз ғой? Осы жерде қызығушылық кетеді. Достық ұбт-ға онлайн дайындық курсына 50 грант дайындады. Сол кезде оқырман оқыған уақытта 50 грант қалай сонда деген сияқты оларда қызығушылық болады. Үшіншісі desire, яғни қалау, сендіру.
меніңше оның біреуі саған тиесілі. Ол өзінің ұтып алатынына сенімді болу керек. Ата-анаңның бір тиынын да құртпай ұбт-ға дайындал. Бұл жерде оқырман міндетті түрде өзі ұтып алатынына сенімді болады. 4-ші action, әрекет. Сатып алуға әрекет еткізу керек. Ол үшін төмендегі шарттарды орында. Яғни ол төмендегі шарттарды орындау арқылы өзінің грантын ұтып ала алады. Бұл жерде түсінікті болды деген ойдамын. Келесі әдісі ол бізде пас деп аталады. Маркетологтар арасында тағы бір өте танымал формула ол пас. Алдыңғы модельден айырмашылығы ол эмоционалды емес, ұтымды қабылдауға жүгінеді. Мұнда өзіміздің артықшылықтарымызды логикалық түрде негіздейміз, және бұл адамға не үшін қажет екенін түсіндіреміз. Толығырақ түсіндіретін болсақ, пас бірінші проблем, яғни мәселе. Біз клиенттің мәселесінен бастаймыз және оның мәнін айтамыз. Оның проблемасын ашып алып, оның неге болып жатқанын түсіндіреміз. Екіншісі attention. Бұл жерде назар аудару екінші орында. Яғни бірінші проблемасын айтамыз, екінші назарын аудартамыз. Біз клиенттің назарын аударамыз, кейде мәселеге немқұрайлы қарауының салдарынан сәл асыра сілтеп жібереміз. Үшіншісі solution, яғни шешім. Оның мәселесінің шешімі. Біз мәселенің дәлелді шешімін ұсынамыз. Біздің өнім адамға қалай көмектесетінін айтып, оның пайдасы туралы түсіндіреміз. Енді бағанағыдай мысал келтіріп өтсем, достық білім беру орталығының маркетинг тексті бұл жерде қалай жазылады? Пас әдісі бойынша. Проблем, мәселе. ұбт уақыты жақындаған сайын ақыл кеңестерді тыңдап, әр түрлі ақпараттарға көміліп шаршағаның жетеді. Яғни бұл жерде біз проблеманы жеткізіп тұрмыз. Ол ұбт жақындаған сайын бәрінің ақылын тыңдаған, әр түрлі ақпаратқа шаршаған, міндетті түрде шаршаған адам бұны көреді ары қарай. Екінші, назарын аударту. Дәл қазір дайындықтың ең тиімді жолдарын таңдайтын кез. Қандай тиімді жол бар екен деген сияқты адамның назары ауады бұл жерде. Үшінші, solution, шешім. Достық онлайнмен түсінбеген тақырыптарыңды анықтап, ұбт-ға дайындығыңды жаңа деңгейге көтеретін уақыт келді. Яғни бұл жерде ақпараттарға көміліп шаршаған оқушының проблемасының шешімі достық онлайнды сатып алу арқылы болмақ. Яғни осы текстті көру арқылы дәл ақпараттардан шаршаған сияқты проблемасы бар адам міндетті түрде бұл өнімді сатып алады. Бағана сіздерге айтып өткен болатынмын, екі формулаға толықтай мысал болады, қалған үшеуіне жалпылама мысал келтіреміз деп. Келесі әдісіміз, үшінші әдісіміз for you деп аталады. Яғни useful, urgent, unique, ultra specific. Useful бұл пайдалылық. Біз өніміміздің барлық артықшылықтарын, оның не үшін қажет екенін және адамға қалай көмектесетінін ашып айтатын боламыз. Екінші urgent бұл шұғылдылық. Яғни біз оны дедлайны болады бұл жерде. Ұсыныстың шектеулі екенін және оларды осы жерде дәл қазір пайдалану керек екенін көрсете отырып, дедлайнын қосамыз. Әйтпесе кейінірек кеш болуы мүмкін. Яғни бір белгілі бір конкурс болды делік. Бұл конкурс сізге осылай пайдалы болады. Жаңағыдай проблемаларыңыздың шешімі болады. Одан кейін, егер сіз осы уақытқа дейін тіркеліп үлгермесеңіз, осылай орындардан айырылып қаласыз деген сияқты мысал болады. Одан кейін үшіншісі unique, бірегейлік. Біз өзіміздің артықшылықтарымыз, өз салаңызда үздік ететін кейбір мүмкіндіктер туралы айтамыз. Біз бірегей технологияларды қолданамыз деген қате сөз тіркесі жеткіліксіз. Адамдарға бұл технологияның нақты не екенін және оның неліктен керемет екені туралы нақты мәліметтер береміз. Мысалы, достық білім беру орталығын мысалға келтіретін болсақ, барлық жерде осындай сабақ беретін орталықтар көп. Бірақ не үшін бұл бірегей? Өйткені бізде PhD докторлар сабақ береді деген сияқты мысалдар болуы мүмкін. Бұл сондай бір өнімнің ерекшелігін көрсететін бір бөлігі. Одан кейін ultra specific. Бұл жерде біз барлық алдыңғы абзацтардағы жалпы ақпаратты біріктіреміз, артықшылықтардан шоғырландырған соққы жасаймыз. Осылайша мақсатты әрекетті қоздырамыз. Мысалы, жаңағы достық білім беру орталығы осындай десек, осылай 50% жеңілдікті қолданып қалыңыз. Және бізде қосымша IELTS-қа дайындайды деп қосатын болсақ, міндетті түрде сатып алушы оны алатын болады. Келесі әдіс BAB әдісі. Бұл жерде before, after және bridge. Дейін, кейін және көпір. Бұл мәселені шешетін, сіздің мәселеңізді шешетін біздің өнім деген сияқты. Бұл жерде біз бір адамды мысалға келтіре отырсақ болады.
мысалға делік косметологиялық орталық дейік. Бір адамның, X адамның бетінде осындай проблемасы бар. Ол бізге келгеннен кейін бетіндегі проблемасы кетті. Егер сізде осындай проблемадан құтылғыңыз келсе, онда бізге келіңіз деп көпірді жалғап жібересіз. Дәл осылай бұл әдіс қолданылады. Одан кейін копирайтингте грамматикалық қателер болуы мүмкін. Оны тексеру үшін emle.kz және kitab.kz сайттарынан тексеріп, нақты дұрыстығына көз жеткізе аласыздар. Мысалы, қарапайым күнделікті сторис салғанда болсын, пост салғанда болсын, кез келген грамматикалық қателіктерді осы бір сайттан тексеріп, сауатты текст жаза аласыздар. Одан кейін айта кететін тағы да бір қосымша ақпарат бар. Жалпы адамның психологиясында, адамның түп санасында жоғалтып аласыздар деген сөз қатты әсер етеді. Яғни, мысалы, егер сіз біздің өнімімізді қолданбасаңыз, осындай нәрседен айырылып қаласыздар. Адамның түп санасы, сіз осындай аласыз деген нәрседен қарағанда, сіз егер бізге келмесеңіз, мыналарды жоғалтып аласыз деген сөз, оның түп санасына сондай бір орысша айтқанда тревожность дейді ғой, сондай тревожность береді. Сол үшін сату текстін жазған кезде жоғалтып аласыздар, осындайдан айырылып, егер бізге келмесеңіздер, осындайдан айырылып қаласыздар деген сияқты сөздерді қолдансаңыздар, сіздің текстіңіз және өніміңіз міндетті түрде өтеді деген сөз. Құрметті SMM мамандары, мен өткен копирайтинг курсы сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деген сенімдемін. Курсымыздың келесі сабағын тамашалау үшін мына тұрған видеоға басып өтсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.